8 мен 9 жаттадым ба бүгін? Мен бүгін сабақ екіншісімен болды ғой. Кеш келдім. Ертең біріншісімен болады, ертерек келеміз. Қалғыр таблица умножениені түгел жаттап алады, жақсы ма? 8-9 бәрі. Қайта қайталаймыз. Ана деп бәрін сытырлатып айтқанша жаттаймыз, жақсы ма? Ана қанша? Мынша. Мына қанша? Мынша деппіз. Сосын ана 2 көбейту 2-ден гөрі 2 жерде 2 4 деп айтқаным дұрыс. 2 жерде 2 4. 2 көбейту 2 тең болады 4. Что-то миға нетпейді андай. Жатпай ма бірдеңе? 2 жерде 2 4. 2 міне 2 отыр, міне 2 отыр. Екеуін қоссаң 4. Түсіндің ба? 2 жерде 7. 7, 2 жерде. Міне 7, міне 7. Екеуін қоссаң 14 сонда. А мына 2 көбейту 7 тең болады 14 деген кішкене мынаған бармайды сияқты. Мен бастауыштың мұғаліммен сөйлесіп көріп, таблицаны қалай жаттату керек?